Қайырлы күн тігінші ханымдар, бисмиллах деп біз мастер классымызды бастаймыз. Мастер классымыздың атауы этнокимоно Райхан. Ең алдымен бізге электронды лекаладағы қажетті өлшемдерді шығарып алу керек. Қазір мен 44-ші өлшеммен жұмыс жасайтын боламын. Егер сіз бұрын соңды электронды лекалмен жұмыс жасап көрмеген болсаңыздар, онда осы видеоны аяғына дейін көруге кеңес беремін. Өйткені осы жерде мен қазір сіздерге осы лекаланы қалай құрастыру керек екенін толықтай түсіндіретін боламын. Ең алғашқы бетінде бізде осы лекалының схемасы болады, ортақ схемасы. Яғни сіз қай лекалы қалай тұратынын осы схема арқылы алдын ала таныс болуыңызға болады. Мысалға бізде мына жерде артқы бойдың суреті болады, алдыңғы бой. Мына жерде бізде жең, мына екі түрлі жең болады, екі түрлі емес, мынау қосымша деталі, мынау қалта. Және ең баста назар аударатын жағдай ол мына жерде бізде квадрат болады. Бұл квадрат не үшін керек? Сіз осы лекалыны шығармастан бұрын ең алдымен осы бірінші бетті шығартып алып, осы квадратты өлшеуіңіз керек. Бір жақ бетін өлшесеңіз де жеткілікті, қалған беттер соған тең. Яғни егер мына жерде бізде 4-те жазылып тұр ғой, демек бізде мына кез келген қабырғаның біреуі 4-ке тең болу керек. 4-ке тең болса, демек сіздің размеріңіз дәл шығады деген сөз. Сіз мысалы 44-ші өлшемді шығардыңыз ба, сіз 44-пен шығады. Егер сізде мына жерде 4-те 5 болып үлкейіп кететін болса, онда сіздің размеріңіз сәйкесінше үлкейіп кетеді де 44 болмай шығады. Міне сол үшін де бізге осы квадратты ең алдымен өлшеп алу қажет болады. Енді ары қарай әрбір бетмен танысатын болсақ, бізде мына төменгі жағында номерлер болады, 1-де 1, 1-де 2, 1-де 3 деп ары қарай кете береді. Ол бірінші қатарды білдіреді. 1 деген сөзіміз бірінші қатарды білдіреді. Яғни 1-де 1, 1-де 2, 1-де 3, 1-де 4, 1-де 5, 1-де 6 деген сөз. Міне 6-ға дейін болады. Одан кейін екінші қатарымыз 2-де 1, 2-де 2, 2-де 3 солай кете береді. Тек 12 болмайды, мына жерде 2-де 1, 2-де 2, 2-де 3, 2-де 4, 2-де 5, 2-де 6. Одан кейін үшінші қатарымыз болады. Ол да солай 3-де 1, 3-де 2 деп кете береді. Біз осы рет бойынша жинауымыз керек болады. Яғни сіз астыңғы мына санды осы рет бойынша жинап алуымыз керек. Шығарған кезде өзі қатар-қатармен шығады. Міне мысалы мында 1-де 1 тұрады, одан кейін 1-де 2, келесі 1-де 3 болып. Тағы да бұл жерде айта кететін жағдай, бізде бұлардың шеттерінде 0,5 см көлемінде міне шетінде пунктирный сызық болады. Және де қайшының суреті болады. Бұл бізде қиып тастайтын орынды білдіреді. Кейбір жерлерде тек қана бір бетінде болады, ал кейбір парақшаларда екі бөлігінде болады. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Мысалы үшін мына бетті алатын болсақ, мына жерде бізде қайшының суреті бар, және мына жерде қайшының суреті бар. Демек, сіз 0,5 см көлемінде мына жерден және мына жерден қиып тастайсыз. Ал мына жердегі үзік сызықтар бұл келесі бетті жалғауға арналған. Яғни сіз мына үзік сызықтың мына жерді біз қиып тастаймыз ғой қайшымен. Одан кейін былай үстіне жабыстыру үшін қажет. Қазір мен сізге оны тағы да бөлек видеода көрсетемін. Қазір біз мына жаңа атап өткен квадратты тексеріп алайық. Міне дәл 4 см көрсетіп тұр. Демек, біздің лекалаларымыз 44-ші өлшемді дәл шығаратын болады. Енді бізге алдымен барлығын қиып шығу керек. Мына бірінші парағымызда бізде қайшының суреті жоқ, ең бұрышта тұратын болғандықтан бұл жерде қажет жоқ. Енді мына жерде бізде мына қайшының суреті бар. Осы бойынша барлығын қиып шығамыз. Сонымен біз барлығын қиып дайындап алдық. Міне 0,5 см көлемінде мынандай қиықтар шықты. Енді біз бір-біріне қосуды бастаймыз. Ол үшін жаңа алдыңғы видеода айтып өткенімдей, мына үзік сызықтар бізге не үшін керек? Екінші бетін үстіне қойып жабыстыру үшін, соның орнын анықтау үшін керек. Яғни міне үзік сызық тұр ғой, осының үстіне осылай қойып жабыстыратын боламыз. Мына жердегі біздегі үшбұрыштарда біздің дәл орналастырғанын анықтау үшін көмектесетін белгі. Қазір біз желімді жағамыз. Жақсылап жағыңызға желімді ажырап кетпесі үшін. Міне біздің бір бөлігіміз дайын болды. Енді 1-де 3 деген бетті аламыз. Міне астыңғы жағында 1-де 3 деп жазылып тұр. Бұл жерде де бізде үзік сызық бар. Соған міне жалғастырамыз. Мына жерде жаңағы айтқан белгінің түйісуін қадағалаңыздар. Дәл осылай барлық беттерді бір-біріне жабыстырып шығамыз. Одан кейін сізге екінші қатарды қалай бір-біріне қосатынын көрсететін боламын. Міне біз барлығын жеңдеп алдық. Бірінші қатарды және мынау екінші қатарымыз. Менде қағаздарым сыймай жатырғасын жерге жаюға тура келіп тұр. Және де үшінші қатарымыз. Міне үшінші қатар осылай желімденеді. Мына не қысқа болып демеңіздер, мына жердегі мына қалтасын мен желімдемедім, өйткені бұл бәрібір бөлек парақта тұр, маған осылай ыңғайлы. Енді бізге мына жердегі үзік сызықты көріп тұрсыздар ғой. Осының үстіне желін жағып, мына екінші қатарды қосамыз. Осылай желімдеп шығамыз. Міне сұлбасы жайлап көріне бастады. Одан кейін мына төменгі жағында, екінші қатардың төменгі жағында да сондай үзік сызық бар. Оған біз үшінші қатардың қағаздарын қосамыз. Сөйтіп бізде лекалаларымыз дайын болады. Енді дайын болғаннан кейін мына сызықтардың шетімен барлығын қиып шығатын боламыз.